Қаламыздың орналасқан Алматы қаласы жер сілкіну бойынша ең қауіпті деңгейде орналасқан қала. 9 барлық жүйеде тіркелген. 9 барлық жүйеде тіркелген Алматы қаласында біздің өздеріңіз білесіздер, қаншама өнеркәсіп орындары, қаншама ғимараттар, қаншама оқу орындары бар. Және азаматтық өмірдегі халық соларды жаңағы құтқару, түрлі жаңа табиғи техногендік апаттар дейді, сол табиғи апаттардың ішіндегі оразаны, үлкен орасан зор күштісі осы жер сілкіну болып табылады. Біз өзіміз мына жер сілкіну кезінде азаматтардың өзін-өзі қорғау. Жер сілкінуге азаматтардың өзін-өзі қорғау деп отырған бірінші нені білу керек деген сұрақ тұрады. Қараңыздар, ішкі бөлмелерде не қауіпті дейді? Терезедегі кондиционер дейді. Өздеріңіз білесіздер, әр жаңа ғимараттарда ауаны желдетіп тұратын кондиционерлер орналасқан. Лампалар, люстралар, үйде болсын, ғимараттарда болсын, төбедегі лампалар ғимараттардағы. Қабырға полкасында тұрған заттар, қабырға полкасында отырған мысалы жаңағы міне шкафта түрлі заттарымыз тұр. Кейбір жаңағы гүлдерді, немесе басқа да түрлі заттарды осы шкафтарға қоямыз. Жер сілкінісінің алдын алу, тек қана жаңағы аталып отырған Адамзат тарихында жер сілкінісінен 150 миллион адам қаза тапқан. Егер біздің эрамыздың басында жер бетінде 200 миллион адам болғанын еске алсақ, онда құрбан болғандардың саны біздің планетамыздың тұрғындарының 4-тен 3 бөлігі. Жер сілкінісі бұл аяқ астынан қозғалып кеткен немесе жер қабаттарының және мантияның жоғарғы бөліктерінің бөлінуінен пайда болатын үлкен қашықтыққа діріл ретінде жететін жер асты дүмпулері және жер бетінің дірілі. Жер сілкінісінің күшін балмен анықтайды. Энергетикалық классификация үшін магнитуданы пайдаланады. Немесе жер сілкінуге қандай жағдай. Қараңыздар. Көбіне жер сілкінісі таулы және тау етегіндегі жерлерде болады. Арал бұрылысы арқылы мұхиттық жолапқа немесе тауға өтетін жерлерде. Алайда жер сілкінісі ашық жерлерде болады. Жер сілкінісінің күші және оның алып келетін зардабы 12 балдық шкала бойынша жер бетінің дірілінен анықтайды. Салыстыру үшін 12 бал бұл рельефтің айтарлықтай өзгергені. Өзендердің ағысын азаматтық қорғаныс нормативтерін дәл анық орындасақ, онда әрбір 100 адамның 50 тірілғанады дейді. Жер сілкінуге. Мысалы азаматтық қорғаныстың нормативтері деп отырғанымыз не? Ол жаңағы бола алған жағдайда бізге қорғаныс болатын, мысалы есіктің асты немесе ішкі бөлмеде. Егер жаңағы далаға эвакуация жасайтын болса, онда жақын есіктерді пайдаланып, өзіміз сол ғимараттан 15-20 секундтың ішінде алаңға шығуымыз керек. Ол алаң қауіпсіз болуы тиіс. Алаң қауіпсіз болуы тиіс. Сондай аймақтарға жаңағы эвакуация жасауымыз керек дейді. Ата-бабамыз қазақ айтқан сақтасаң сақтармын дейді. Сол өзіміз дәл анық ұстап өзіміз қорғай алсақ, онда жаңа түрлі апаттардан өзімізді қорғай біледі екенбіз. Әрбір азамат табиғи және техногендік апаттардан өзін-өзі қорғау бірінші міндеті болып табылады.